Балалар, енді бізде қазақ тілі сабағы. Осы видео материалды бірнеше рет қайталап көріп, тапсырмаларды орындап, маған жіберуді ұмытпа. 8-ші жаттығуды бірге орындайық. Көп біл, аз сөйле. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Енді балалар, осындағы мағынасы қарама-қарсы сөздерді айтып көрейікші. Көп және аз. Дұшпан және дос. Олай болса, бүгінгі тақырыбымыз антонимдар туралы. Антоним дегеніміз мағынасы қарама-қарсы сөздер. Тілімізде мағынасы қарама-қарсы сөздер кездеседі. Ақ, қара, арзан, қымбат. Мұндай сөздерді антоним сөздер деп атайды. Мысалы, қарайық балалар. Бір жағында көп ойыншық бар, екінші жағында біреу ғана. Онда қалай айтамыз? Көп, аз дейміз. Екі балық берілген. Біреуі үлкен, біреуі кішкентай. Үлкен, кіші. Екі ыдыс бар. Біреуі толып тұр, екіншісі бос. Толы, бос. Бір бала таза, екінші бала лас. Таза, лас, немесе таза, кір деп айтуға болады. Бір бала толық, екінші бала арық. Онда арық, толық, немесе арық, семіз деп те айтуға болады. Тасбақа баяу қимылдайды, қоян жылдам қимылдайды. Онда баяу мен жылдам да мағынасы қарама-қарсы сөздер екен. Ал бұл көңілді және көңілсіз, яғни антоним сөздер. Мағынасы қарама-қарсы сөздер деп айтады екенбіз. Енді 9-шы жаттығуды бірге орындап көрейік. Антоним сөздерді бір-бірімен сәйкестендір. Ащы, тұщы, қалың, жұқа, ұзын, қысқа, бүгін, кеше, терең, таяз. Менімен тағы бір қайтала. Ащы, тұщы, қалың, жұқа, ұзын, қысқа, бүгін, кеше, терең, таяз. Енді балалар, мына өлеңді көшіріп жазып, антоним сөздердің астын сызып қойыңдар. Және де ескі, жақсы, жарық сөздерінің антонимін жазып, маған жіберуді ұмытпа.